балалар. Біздер қазір әке мен бала және мейірімді бала әңгімелері бойынша түйінді оқиғалар тізбегі бойынша жұмыс атқарамыз. Алдымен біз Ыбырай Алтынсаринның мейірімді бала шығармасымен танысып алайық. Ал тыңдаймыз. Алдағылар мәтіндерді. Китайында итсізанда бүгінгі қондағандың мойнына түнкісінің қолын кеседі. Бұл осындай істің күнінің әр айтылған жазаны беруге тұрғанда күнәттігінің жақсы болмаса әке үшін жауап беруге мәлім болды. Бұл патшадан кесті. Тәқсір патшаң беріп, менің әкем жазаға лайық болғаны рас. Соның үшін қолынан айырылу керек болды. Міне жасы әкемнің қолды, өзінің қолды. Бұл қолда мен жалғыз болғаным атамның қолы, бірақ мұнымен бала-шағаларым асырауға шамасы дейді. Үйіміз жасы, осы нашар болу керек, жұмысқа жарап бала-шағаларым асырайтын қолын атама қалдырды. Патша, баланың жұмысқа атасының иелігіне сұратыны керек, өзінің күнәсін кешірейді. Түсіндіңдер ме? Қызықты ма екен? Енді тапсырма бойынша сіздерге мына жерде мынандай алдағында сіздерге A3 форматында қағаз таратылды, иә? Бәрін алда A3 форматында қағаз жазып. Енді сол параққа мынандай тапсырманы орындаймыз. Мына жерде бірінші топ пен екінші топ әке мен баланы талдайды. Үшінші, төртінші топта мейірімді баланы талдайсыздар. Келісіп бе? Енді мейірімді бала мәтіні алдағында. Енді қараймыз, әке мен бала жаңа мәтінде екеуінде де тектерлер кімдер? Әке мен бала, иә? Екеуінің түйіскен мынау схеманы дәптерлерге парақтарға көшіресіңдер. Парақта әке мен баланың оқиғаның қай жерінде түйіседі? Түсіндіңдер ме? Екеуінің сезімдері қай жерде түйіседі? Сол кезде туындаған сезімді жазасыңдар. Түсіндіңдер ме? Әке мен. Және де қандай іс-әрекет арқылы ол көрінеді? Және іс-әрекет пен сезім қосылғанда қандай құндылықтар көтеріледі шығармада? Соны жазасыңдар. Тапсырма түсінікті ме? Әсіресе сезімге мән беру керек. Әке мен баланың сезімі түйіскен жері. Жай сезім емес. Әке мен баланың оқиғада кездесетін жері. Көрдіңдер ме? Мына жерде мынау үш бұрыш үлгісінде қосылып тұр. Түсіндіңдер ме? Солай орындаймыз. Бірақ ол жерде сендер оның әкесімен түйіскен жері тауып алғансың. Сендер ме? Шығармада көрінбейді, бірақ сендер осы жерде былай көрінеді деп алып шығасыңдар. Сендер ме? Әке мен бала. Тура жаңағы сенің бойынша. Бала міне ұялып, әкесінің айтқан Бірінші сәйкесінде сол іс-әрекетте қандай сезім?
бірнеше эпизод бар әр эпизодта бірнеше шығарып алдын шешіп отыр қалай Әкесінің орнына өзін құрбан етті. Bir minut dinleyeceğiz. Sınıf ayaktayız. Peki. Kim olmadan top. Sıvat basmadan jigitke top. Akbazın top. Әсерін толай. Жинақталамыз. Kim ayaktayız. Al енді. Oldu. Ayaktayız. Bakın. Aralarımızda bir спикерден шығады. Кім қорғайды? Бір спикерден шығады, тақтаға ілеміз. Реттепен. Бірінші топтан. Абылай. Апа кім шығады? Ода ма? Ол баланың әкесінің сөзіне құлақ болып, ал екіншісі ол әкенің балаға сабақ беруі. Бұл іс-әрекеттердің сезімі, яғни бірінші сезімді қарастыратын болсақ, ол әке бұл кезде күйінеді, өте қатты өкінеді, үлкен қынжылысқа түседі. Ал екіншісі ол бала ұялады, өзінің осындай іс-әрекет жасағаны үшін. Ал енді құндылықтарды қарастыратын болсақ, ол осыдан түйгеніміз, ол бір бастаған жұмысы дер кезінде орындауы тиіс. Сондықтан әкесінің айтқысы келгені ол баланың жұмысты тез орындау керектігі. Әке мен баланың іс-әрекеттеріне біз әкесінің бір талдан шиені тастауын алдық, ал баласының іс-әрекетіне баланың ерінбей сол шиені еңкейіп алуына қарастырды. Сол кездегі әкенің сезімі, ол әкесі баласы үшін жауапкершілік сезімін сезінді. Ал сол кезде бала өзінің ұялу сезімін сезінді. Ұят сезімі. Және осы түйгеніміз құндылықтарымыз, ол бала тәрбиесі мен заттың қадірін білу. Біздің топ мейірімді бала әңгімесін талдады. Және де біз осы ең бірінші іс-әрекет сезімнен басталады деп шештік. Себебі бірінші әкесі тұтқынға түскеннен кейін баласы оған өзінің сезімін ойланып барып ханға барды. Ол сезім шынайы махаббат. Себебі ол әкесінің болашағын және де өзінің отбасының болашағын ойлады. Және де ол баланың жасаған іс-әрекеті ханның алдына барып құрбан етті. Құрбан етті деген себебіміз, ол өзіне не болатынын әлі білген жоқ, өзінің қолын, өзі жазымсауда қолсыз қалған деп уайымдаған жоқ. Және де әкесіне деген құрметі және мейірімділігі, кешірімділігі несінен осындай құрбан ет пайда болды. Ал және де осыған құндылықтар құрмет, мейірімділік, кешірімділік. Бұл жерде бірінші құндылық құрмет ол
баласының әкесіне деген, ал мейірімділік дегеніміз осы баланың әкесіне мейірімділігі ханның жүрегін жібітті. Және де ханның жүрегін жібіген хан әкесіне сондай қатты күнә жасаса да оған өз кешірімін берді. Кешірім берді деп алды, иә? Дұрыс. Біздің топ мейірімді баланың бейнесін талдады. Яғни осындай іс-әрекеттерден екі кейіпкердің, яғни әке мен баланың сезімін түйіскен жерін көруге болады. Бірінші іс-әрекет, яғни баланың өз әкесін қорғауы, әкесінің орнына өз қолын беруі, осы жерден біз жанашырлық сезімін көре аламыз. Және де баланың айтуы бойынша әкесі сол қолымен өзінің бала шағасын асырайды. Осы жерде де жанашырлық сезімін көруге болады. Сонда екі кейіпкердің түйіскен сезімі, олармен жанашырлық сезімі, яғни әке мен бала арасындағы махаббат. Осыдан түйген құндылықтар ол ата-ананы құрметтеу, яғни отбасындағы мүшелердің өзара қамқорлығы. Дұрыс. Отыра қойында. Үшінші топ береді. Келесі. Үшінші топ, Ағылай береді. Үшінші. Бізде үшінші топ Ағылай. Қайсысына қойы? Кешімбек, яғни неге үшінші топ ұнады? Өйткені жұмыстар қысқарымызға және өте орынды. Орынды көрсетті. Тақырыпты толықтай ашты. Құндылықтарды анықтай білді. Спикер дұрыстап өзіне сенімді сөйледі. Және спикер өзіне сенімді сөйледі және оқырманның барлық назарын өзіне аударып алды. Дұрыс. Енді бізде келесі тапсырма. Келесі тапсырма бізде монолог. Бізде бірінші топ әке мен бала әңгімесіндегі әке монологына кіреді. Екінші топ әке мен бала әңгімесіндегі бала монологын көресіздер, баланың образын айтыласыздар. Үшінші топ мейірімді бала әңгімесіндегі әкенің монологын айтасыздар. Әкенің кәсібі ғой, төртінші мейірімді бала әңгімесіндегі бала монологы. Енді бұған дайындыққа 2 минут беріледі. Бірінші топтан монолог. Әке мен бала әңгімесіндегі әке монологы. Тыңдаймыз. Тыңдаймыз. Не үшін маған мен тыңдамады? Бәлкім тәрбиесін нашар берген шығар. Бір рет тыңдамаса, келесі жолда тыңдамайтын шығар. Ендігі әрі оның тәрбиесін өзін алу керек. Қалай дегенмен қазақ енді тәрбиесін түземесе, келесіде жаман болып кетеді. Құдай сақтасын. Енді бұл менің бірінші сабағым болады. Кейіннен күнде оны бір сабақтан үйретіп, өмірлік ұстанымын жақсартамыз. Әйтсе бос жүре беріп, осы салғырт болып кетеді, өмірін нашар болып кетеді. Бұндай болмас үшін тәрбиесін түзету керек. Шен жеп жүр ме? Да, жеп жүр. Өте жақсы.
Әке мен бала әңгімесіндегі бала монологы. Әке деген әлемдегі ең үлкен асқақтау ғой. Әкемнің берген маған тәрбиесі өмірімде қанша мән берді. Сонау балалық шағында кішкентай бір болымсыз тағаның таға туралы үйреткен тәрбиесі маған қаншама мән берді. Әлі күнге дейін соның айтқан сөздері, ақыл ойдары, тәрбиесі менің есімде қалды. Әкем өмір бойы маған жаңа белестерге жету үшін өзінің кеңестерін беріп отырды. Әкемді қатты сағынып кеттім. Сол бір сөзі, таға туралы айтқан сол бір сөзі, мың екеудің орнына бір-ақ келгендегі сөзі есімде әлі қалды. Сол үшін мен әкеме мың алғыс айтамын. Үшінші топтан шығады. Есілдан ба? Есілдан шығамыз. Миразбек, кел. Мен не істеп қойдым? Денсаулыққа қалай бардым? Жоқ, отбасымды қалай асырайтынын білмедім. Енді қызымның қолын кесіп тастаса, мен не істеймін? Қандай бетпен қызыма қараймын? Енді алайда менің қызымның тәлім тәрбиесі дұрыс екенін енді түсіндім. Ол мені қаншалықты құрметтегенін енді ғана түсіндім. Өзін өзі құрбан етуге дайын қызым одан аса ешқандай менде астымда жоқ. Төртінші топ. Мейірімді бала әңгімесіндегі бала монологы. Әкем, менің жанашырым, осы сен жасаған бір кішкентай күнә үшін сен асыл қолынан айырыласың. Ол қандай әділетсіздік. Сен бізді өмір бойы асырап, бізге қамқор жасадың. Сенің алтын қолынан келмейтін зат жоқ. Ал енді не болады? Кішкентай балаларымыз ше. Менің інілерім, біздің кішкентайларымыз, олар сенсіз не істейді? Осы мен өзімді бір рет құрбан етсем, сенің бізге жасаған жақсылықтың орнын толтыра алмаймын. Әке, жаным мен сен үшін отқа түсем. Оқушылар, маған сендердің орындаған монологтар өте ұнады. Бірақ қазір қалай бағалайсыздар, қай топқа дауыс береміз? Өте керемет шыққан дүние болды монолог. Шынында да нақыпталықты үлкен рөл атқарды жұмыстарымыз. Ал кәне темаларды таңдап иә? Бірінші топты. Кімді? Үшінші топты, иә? Екінші топты, кәне? Екінші топты. Және төртінші топ? Бірінші топты. Сонда бізге темалармен бірінші, екінші топ темалармен жаңағы Азиза алып кетіп отыр, иә? Бірінші топ, иә? Және екінші топ. Негізі маған үшінші, төртінші топтың да жұмыстары өте ұнады. Әсіресе Ақбардың әсер етті маған.
Ал енді бізде қолға уақыт болды. 5 минут демалып келеміз. Солай ма, Елші тапсырманы арқылай орындай береміз. Автор орындаған. Бізде автор орындағанда қазір араларымызда Ыбырай Алтынсаринді таңдап аламыз. Алдымен Мұхтар Әуезов Ыбырайға өте жоғары баға берген болады. Сонымен танысамыз. Мына жерде тыңдаймыз. Ыбырай орыстың мәдениет мектебін танымаса, Ушинский бастаған педагогикалық жаңалықтарды білмесе, орыстың адамгершілік, прогресшіл, классикалық әдебиетін дәрмен көре алмаса, Ыбырай болмас еді. Ыбырайда сол бір бағытта болумен қатар, өмірі, еңбек еткен ортасы, әлеуметтік қоғамдық қайраты, әрекеті жөнінде Шоқанға да, Абайға да ұқсамайды. Ыбырай жаңағы екеуінің де ісін өз өмірінде еңбегіне түйістіріп қоса білді. Сөйтіп, ол екеуде істеген тың тарихтың ұзақ өрісі бар, зор келешегі бар, істердің үлгісі өз қолымен орнатты. Әрі ол жаңа үлгідегі ақын, әрі сол кездегі Ресейде батыл жаңалық жасап, бұратына елдер үшін тың үлгідегі мектеп ашушы. Қазақтың ең алғашқы мәдениетті мектебін жасаумен қатар жазушылық пен оқытушылықты ол аса шебер, өнерлі түрде қабыстырушы деп баға берген екен Мұхтар Әуезов. Келісесіздер ме? Яғни, ол қандай ұстаз Ыбырай Алтынсаринге? Тұңғыш ұстаз. Тағы қалай қарасақ болады ұстаз ретінде? Ағартушы. Жалпы білім беру системасының фундаменті. Білім беру системасының немесе жүйесінің фундаменті іргетасын қалаған адам. Дұрыс айтасыңдар. Және білімге қатар тәрбиені қатар ұштастырған ұстаз. Түсіндіңіз ме? Білім ғана емес, оның әр шығармасында тәрбие қатар жүреді. Ал енді арамызда Ыбырай Алтынсаринді шығарайық. Кім болады? Және? Жоқ, сыныптың ішіне шығарамыз. Сыныптың ішіне. Кімді шығарамыз? Ғали, кел. Тасым Ыбырай Алтынсарин болып, топтар дайындаған сұрақтарға жауап бересің. Кел, орнықты ала келеміз. Ал енді топта 1 минут сұраққа дайындаламыз. Оқушылар, барлығы стоппен келіп бір сұрақ дайындаймыз. Сұрақтың критериялары бар ма? Сұрақтың критериялары. Критериялар жоқ. Бізден қалаған Ыбырай Алтынсаринға мақсаттарын Ыбырай Алтынсаринға қоя алмаса, бұл жерде жауап аламыз. Түрі болсын. Сіз жауап балалар, тапсырма қандай? Ыбырай Алтынсариннің өзі қосылып, Ыбырай Алтынсарин отыр деп елесекеміз. Осы кісіге қандай сұрақ қояр едіңіз?
әрине бұл өте орынды сұрақ. Жалпы мен өзім қазақтан болғанда және мен өзім Қазақстан болғанда және қаным қазақ болғанда мен өзімнің ұлтымның болашағына өте қатты алаңдаймын. Осының әсерінен мен өзімнің елімде, өзімнің даламда ешқандай мектептердің, ешқандай педагогикалық орталықтардың жоқтығына қатты жаным келді. Және дәл осы бастама менің кішкентай кезімнен бастаған арманым болды. Себебі мен кішкентай кезімнен бастап орыс авторлардың өте көп кітаптарын оқып және Ушинский басқарушы педагогикалық системаны кішкентай кезімнен бастап соны қарастырған болды. Және де осының әсерінен менің өмірімдегі ең басты мақсаттардың бірі кішкентай кезден бастап ол кішкене ержетпенен кішкене білім алғаннан кейін осы өзімнің даламда, өзімнің елімде, өзімнің халқыма арналған тұңғыш мектепті ашуға басты үлес қосуға тырыстым. Және де бұл осы ісім орындалды деп сенемін. Жауапқа қанағаттандыңыз ба? Қанағаттандыңыз ба? Келесі сұрақ, қане бірінші ортан. Ыбырай аға, сіз қалай дегенде қазақ даласындағы ең алғашқы мектептерді ашқаныз, бір емес бірнеше мектепті ашқаныз, елдің түкпір-түкпірін шарлап қалай дәріс бергенсіз, және ең алғашқы ірі санды зиялы қауымның негізін қалады десек те болады. Сөзіңізді дәл осы ісіңіз үшін қаһарман деп, ірі тұлғамын деп санайсыз ба? Бұл туралы өз тұлғаңыз туралы ойыңыз қандай? Әрине ешқандай адам өзім кереметпін деп айтудан жалтарады. Мен де сондай адамдардың бірімін. Мен жай ғана өте көп нәрсе істедім деп айта аламын. Себебі менің халқым оңтүстіктен ерте кезден бастап қазақ халқы білесіздер өздеріңіз өте ақылды, өте шешен, өте батыл халық болып келеді. Менің істеген ісім ол қазақ халқының ең бірінші білім нәрін сусындатқан ол мен деп айта аламын. Себебі қазақ халқы бұрыннан бері молдаларда немесе шет елдерге барып оқып келіп жатқан. Ал менің ісім ол тек қана жай мектеп табалдырығын қалады. Осының мәселен мен өзімді қатты бағаламаймын. Қазақ халқы менің ғана әсерімен осындай ұлы ақылды халық болғанына халық болып тұрады. Себебі ол ерте кезден келе жатқан ұлы халық. Жауабы қанағаттандыңыз. Кәне келесі. Ыбырай аға, осы сіз көптеген шығармалар жаздыңыз, және сол шығармалардың ішінде көптеген тәрбиелік мәндегі шығармалар. Жалпы менің сұрағым осы, неге сіз тәрбиелік шығармаларыңызда бірінші орынға ата-ана мен бала арасында қарым-қатынасты қоясыз? Өте орынды сұрақ. Біздің халқымыз айтады ғой, біздің кішкентай баланың тәрбиесі ол отбасынан басталады. Одан отбасынан басталады. Соның мәселен мен ең алдымен осы адамдарда дұрыс тәрбие қалыптасу үшін мен оның отбасында, осы тәрбиенің отбасында ең басында іргетасы тәрбиенің отбасында қаладым. Сондықтан мен өзімнің әңгімелердің көпшілігін осы ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынастың қандай болу керек екендігін жазып көрсеткім келді. Және де соның осы бағытта мен әке мен бала, ерінді бала сияқты бірқатар көптеген қысқа шығармалар ол менің ойымша осы балалардың миымен шығады. Өйткені олар қысқа және балалар үшін жеңіл дүние болады. Сіздің шәкірттеріңіздің бойындағы қандай қасиеттерді бағалайсыз? Әрине менің шәкірттерім аз емес, олар өте көп және де осы қазақ менің шәкірттерім көпшілігі олар тек қана қазақ ұлтынан емес, сонымен қатар өзбек, татар ұлттарынан да келіп өйткені біздің еліміз француз ұлты ел, сондықтан менің мектептерімде тек қана қазақ ұлтының балалары оқыған жоқ. Және де өзім балаларыма келетін болсақ, менің шәкірттерімнің барлығы дерлік олар өте зерек, айтқан нәрсені тез жауап. Себебі өздеріңіз тарихында білетін шығарсыздар, менің оқушыларым олар жаңағыдай бір ай оқылатын әліпбиді менің оқушыларым 2 аптаның ішінде әліпбиді оқып және хат тани алатын деңгейге жеткен. Және де осы үшін де мен өзімнің шәкірттерімді өте жақсы бағалаймын. Ыбырай атамыздың жауабы ұнады ма?
Ендеше қазір қоңырау болды. Кішкене демалып кетейік. Екі сағат